Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін медовик тортын жасаймыз. Алдымен балды сироп дайындаймыз. Ол үшін бал мен ас содасын араластырып, карамельді түске енген соң оған сары май салып ерітеміз. Жұмыртқа мен шекерді ақ массаға енгенше миксермен араластырамыз. Артынша суыған балды сиропымызды қосып, тағы да миксермен араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп, силиконды күрекшенің көмегімен араластырамыз. Қамырды екіге бөліп, қызып тұрған пеште 10-15 минут аралығында пісіріп аламыз. Кремін дайындаймыз. Творожный сыр, шекер және кілегей қосып, барлығын біркелкі болғанша миксермен араластырамыз. Дайын болған корждарымызды екіге бөліп шығамыз. Сонымен бізде 4 корж пайда болады. Әрмен қарай тортымызды жинауды бастаймыз. Тортымызды жинап болдық. Әсемдеу үшін ерітілген шоколадтар мен ұсақталған корждарды қолдандым. Біздің бал қосылып жасалған бәлішіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.